Қайырлы күн, құрметті көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода ерекше дәмді, тойымды, құрамы қолжетімді шымшыма тағамын дайындаймыз. Бисмиллах деп бастаймыз. Ең алдымен қамырын дайындап алуымыз қажет. Ол үшін жылы суымызға тұзымызды қосып, бір жұмыртқамызды қосып, шанышқымен мұқият араластырамыз. Електен өткізілген ұнымыздың үстінен құямыз. Мен әдеттегідей бірден қамырдың басын біріктіріп елеп кетпеймін. Ең алдымен ұн мен сұйықтығымызды қолымызбен жоғары төмен қимылдар жасап, біркелкі болғанша араластырамын. Сұйықтығы біркелкі таралған қамыр оңай бірігеді. Енді қолымызбен қамырымызды біріктіріп, жұдырығымызбен илеп аламыз. Қазақша каналымның ары қарай дамуына үлесіңізді қосыңыз. Видео пайдалы болса, лайк басып, кез келген комментарий қалдырыңыз. Жаңа көрермен болсаңыз, каналға тіркеліп алыңыз. Нәтижесінде осындай орташа тығыздықтағы қамыр шығады. Кеуіп қалмау үшін пакетке орап қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Оған ет, пияз, сәбіз, картоп, жартылай ашты бұрыш, қырыққабат және де сарымсақ қажет болады. Ең алдымен ет пен пиязымызды 4 бөлшекті етіп майдалап турап аламыз. Бұл тағамның басқа да атаулары бар. Біз отбасымызда шымшыма деп атаймыз. Жаппасай, үнді мантысы, ашық манты, еріншек манты деп те атап жатады. Бұл тағамды сіз қалай атайсыз? Комментарийге жазып кетіңіз. 7 жылдан бері шымшыма тағамын дәл осылай дайындаймын. Әрдайым дәмді болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Етімізді майдалап турап алдық. Енді пиязымызды тураймыз. 10-15 минут тынып тұрған қамырымызды осылай бір дөңгелектеп алуға кеңес беремін. Сонда қамыр бір тегіс әдемі болады. Барлық көкөністерімізді турап болғанша қамырымыз тынып тұрады. Қазанымызға шамамен 100 мл сұйық май құйып қыздырамыз. Пиязды қуырып бастаймыз. Жеке өзіме бірінші етті емес, пиязды қуырып алған ұнайды. Меніңше солай дәмдірек. Қалауыңызша алдымен ет, кейін пиязды қосып қуырып алсаңыз әбден болады. Етіміздің сөлі бөліне бастады. Суы әбден тартылғанша орташа отта қуырамыз. Осы уақытта көкөністеріміздің барлығын 4 бөлшекті етіп майдалап турап аламыз. Суы тартылып, қызарып қуырыла бастаған етіміздің үстіне сәбізді қосамыз. Араластыра отырып 3-4 минут орташа отта қуырамыз. Қырыққабатымызды қосамыз. Араластырып 3-4 минут қуырамыз. Келесі кезекте жартылай ашты бұрышымызды қосамыз. Араластырып орташа отта 3-4 минут қуырамыз. 2 ас қасық қызанақ пастасын қосамыз. Мұқият араластырып, ең баяу отқа қойып, қазанымыздың бетін шамамен 15 минутқа жауып қоямыз. Осы 15 минут уақытта қамырымызды жайып үлгереміз. Қамырымызды әдеттегідей дөңгелек етіп, бешбармақтың қамырына жайған секілді етіп жаямыз. Алайда бешбармақтың қамырынан жұқалау болуы керек. Оны себелей отырып, сағат тілінің бағытымен біртіндеп айналдыра отырып, дөңгелек қамыр жаямыз. Бірден көп күш салып, басып жаюдың қажеті жоқ. Біртіндеп, аз ғана күш салып, айналдыра отырып, оны себелеп жаямыз. Құрметті сүйікті көрермендерім, қазақша каналдардың ары қарай дамуына атсалысайық. Видео ұнап жатса, пайдалы болса, лайк басып, кез келген пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Ал жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Сонда көбірек көрермендер менің видеоларымды көреді, көбірек адамға пайдалы болғым келеді. Қамырымыз дайын болып қалды. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Енді үстінен сұйық май құямыз. Осындай арнайы құралдың көмегімен немесе қолымызбен
майды біркелкі етіп қамырдың барлық жеріне жағып шығуымыз керек. Енді барлық қамырымызды 4 бұрышты етіп, орташа мөлшерде кесіп аламыз. Бұл тағамның қамырын 2 түрлі әдіспен пісіруге болады. Біріншісі қазанымызға, яғни тағамымыздың үстіне қойып пісіру. Екіншісі мантоваркаға пісіру. Өзіңіз қалаған әдісті қолданыңыз. Мен бүгін қазанға тағамның үстіне қойып пісіремін. Меніңше солай дәмдірек. Қазандағы көкөністер 15-20 минут бұқтырылып тұрды. Енді үстінен картобын саламыз, су құямыз. Тұз, паприка, аз ғана ащы қызыл бұрыш қосамын. Қаласаңыз қара бұрыш қоссаңыз да болады. Суымыздың мөлшері біздің көкөністерімізді толықтай жауып тұруы қажет. Сол жеткілікті, көп құйып жібермеңіздер. Суымыз қатты отта бір бұрқ етіп қайнады. Содан кейін ең баяу отқа қойып, қамырымызды жайғастыруды бастаймыз. Қамырды видеода көрсетілген әдіспен тағамымызды толық жабатында етіп, бір-бірінің үстіне қоямыз. Ең баяу отта 40-50 минут пісіреміз. Бетін осындай орамалмен жауып қойсақ болады. Тағамымыз дайын болды, ешқандай да шикі болып қалмайды. Асты күйіп кетпейді. Салмамыздың суы тартылып, осындай сочный болып піседі. Қамырды ыдысымыздың шетіне жайғастырамыз, ортасына салмамызды саламыз. Шығыстың келінінен шымшып жейтін шымшыма тағамы дайын болды. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, 100% ұнайтынына кепілдік беремін. Бүгін бұл тағамды 4-5 порцияға жететіндей мөлшерде дайындадым. Отбасыңыз үлкен болса, ингредиенттердің барлығын 2 еселеп дайындаңыз. Қамырыңыз 2 еселенгендіктен қазанға сыймай жатса, мантоваркаға пісіріп алыңыз. Қонақ келгенде дайындағанда, көп мөлшерде дайындағандықтан, әдетте салмасын қазанға, ал қамырын мантоваркаға пісіріп аламын. Бұл тағамды қалай жеу керек деген сауалға жауап ретінде, осылай қасықпен қамырымызды біртіндеп алып, салмасын салып, орап жейміз. Немесе жолдасымның айтуынша, осылай қасықпен салмай-ақ шымшып жеу керек. Амандықта, жақсылықта жүздескенше.